терең дәстүрлі құндылықтардың қайнар көзі болып табылатын аса маңызды бүкіл халықтық мерекенің бірі Наурыз мейрамы қарсаңында Наурыз бата дәстүрін дәріптеу мақсатында Ақ бата атты тақырыппен Қазына клубының кезекті кездесуі өткізілді. Кездесудің құрметті қонағы Республикалық ардагерлер ұйымы қоғамдық бірлестігінің Қостанай облыстық филиалының төрағасының орынбасары Роза Қаратайқызы Қуанова. Сонымен қатар Сачков ауылдық округінің әкімі Айтмағамбетов Нұрлан Жылгелдіұлы клуб мүшелерін келе жатқан ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамымен құттықтап, өзінің ақ тілектерін білдірді. Әртүрлі тойларға айтылатын өзінің картасы бөлек, ал біздің тақырыбымыз Наурыз бата. Іс-шара барысында клуб мүшелері өздерінің сүйікті әндерін орындап, ән күйден шашу шашты. Іс-шара соңында ауыл қариялары өздерінің ақ баталарын берді. Бата-бата балдай бол, басы биік таудай бол. Шағалдей бол, бақ қарап қыдырдасын, дастарханға береке берсін. Алла тағаладан не берсе де қайырын берсін. Мына қазағымның келе жатқан Наурызы бәрімізге береке әкел, жақсылық болсын.